Іс-сапарға немесе саяхаттауға жиналдыңыз ба? Алматыда бір тәулікке жалға берілетін пәтерлер. 24home.kz. Жұлдыз жорамал. Армысыз тыңдарман, назарларыңызға 28 маусымға арналған жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Тоқтылар, жағдайлар сіз ойлаған сценарий бойынша дамымаса, қапаланбаңыздар. Барлық адамдармен тіл табысып, ешкімнің көңілін қалдырмауға тырысыңыздар. Торпақтар, сіздердің керемет бизнес идеяларыңыз пайда болады. Тек біраз еңбектену керек, алайда денсаулығыңызда сыр беруі мүмкін. Егіздер, күтпеген жерден ақша келеді. Кейбір адамдар ескі қарыздарын қайтаруы мүмкін. Сондай-ақ жұмыс жайлы жақсы ұсыныстар да болады. Шаяндар, жағымды жайттарға толы күн. Ескі танысыңыз кездесуге шақырса таңғалмаңыз. Отбасылы шаяндар жақындармен араласып, жандары рахаттанады. Арыстандар, күннің алғашқы жартысында туындаған қиындықтар сіздерді қапаландырмасын, себебі олар тез шешіледі. Ал жұлдыздар, бұл күні жұмыста болатын арыстандарға басшылықтан аулақ жүруге кеңес береді. Бикештер, сіздер үшін маңызды күн. Іскерлік мәселелеріңіздің жауабы айтылады. Сырларыңызды ешкімге айтпасаңыздар, көп қиындықтан құтыласыздар. Таразылар, бұл күні сіздердің жасайтын жұмыстарыңыз көп болады, тек ашуланбаңыздар, себебі еңбектеріңіздің ақысы желінбейді, қаржылай өзін ақтайды. Саршаяндар, қиындықтардан қашып құтылу мүмкін емес, тек шешу ғана мүмкін. Әріптестерден көмек сұрауға ұялмаңыздар. Мергендер, жақындарыңызбен қарым-қатынасыңыз қиындау, тек өзіңіздің салқынқандылығыңыз арқылы ғана даудамайдан аулақ боласыздар. Тауешкілер, ойда жүрген арманды ойланбастан іске асырыңыздар. Сіздің жауларыңыз жоқ, оларды іздеп әуре болмаңыз. Адамдардың жылы сөздерін дұрыс қабылдай біліңіздер. Бұл күні суқиғыштар бағалы сыйлық алып қуанады. Көптен тұрмыстық техника алуды ойлап жүрсеңіз, бұл сәтті күн. Отбасы мүшелері сізге өз ризашылықтарын білдіреді. Балықтар, ешқандай маңызды мәселелер болмайды. Жақсылап демалыңыздар. Күшті қалыпқа келтіріп алып, көптен күтіп жатқан істерді қолға алыңыздар. 28 маусымға арналған жұлдыз жорамалы осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Жұлдыз жорамал.